Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін ақша туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз үнемі ақша жоқ деп ойлайтын болсаңыз, алдымен өз ойыңызды өзгертіңіз. Бұл әрекетті диета ұстаумен салыстыруға болады. Өзі қалағанымен сіз мүсінге ие болған адам диета ұстағаннан кейін бірнеше жыл бойы бір салмақты ұстап тұрады. Қанша тамақ ішу керек, қандай жаттығу жасау керек, бұл туралы бас қатыра бермейді. Неге? Өйткені адамның өмір сүру тәртібі, денсаулығы мен мүсінін сақтап тұрады. Оған диета ұстау кестесі қажет емес, себебі ол автоматты түрде миында сақталады. Ой алпауыт күшке ие, сондықтан шынайы өмірде бір нәрсе өзгерткіңіз келсе, бәрін ойдан бастаңыз. Ақшаға қатысты мәселелер күйзеліс тудыратындықтан, қаражат туралы ойдың бәрі негативті болады. Ақша деген дұшпан, ақша табу қиын, ақша мені жақсы көрмейді, ақша табу қиын, ақшам жоқ деп ойлайсыз. Бұл сөздер сізге таныс па? Осыны негативті ойды позитивті ойға айналдыруға да бола ма? Көрейікші. Ақша адамға еркіндік, білім мен жайлы өмір сыйлайды. Ол біздің өсуімізге, тәуелсіз болуымызға, оқуымызға, материалдық құндылықтарымызға ие болуымызға мүмкіндік береді. Ойлау қабілетін қалай өзгертуге болады? Күн сайын позитивті ойды қайталауды бастаңыз. Егер бұл видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.